настроениең жоқ. Сен қалай ойлайсың? Мектепте жүргенмен қанша уақыт болды? Бір нормальный көңіл бөлмедім. Жақсы көремін дейсің. Осы ма жақсы көргенің? Егер сен жақсы көрген болсаң, әлде қашан маған үйленуге ұсыныс жасаушы едің. Сен қуасың да. Не? Адамды жаныңа жолатпай жүрген жоқсың ба? Қыздың жоқ дегені, я дегені. Логикаларың қалай өзі? Адамды жынды қылып бітетін болдың ғой. Короче, сенде бүгін соңғы шанс. Сенде соңғы шанс. Мен кетіп бара жатырмын. Осыдан кейін мен сені оятпаймын. Соңғы шанс. Дана, кешірші. Дана, кешірші. Тұр, қайдағы Дана? Не Дана? Ұйықтасаң Дана, тұрсаң Дана, не бәле ол? Короче, досым, бүгін менде соңғы шанс. Дана түсіме кіріп аян берді. Қош, Дана аян берді ма не? Негізі аталары беретін еді ғой аянды, Дана беретін болған ба? Маған да берсін деп өтші біреуін. Жоқ, рас айтам досым, көмегің керек. Қызымнан кешірім сұрап ұсыныс жасаймын. Сен бүйтсей онда. Бүйт қарасай, түсіңде үйленіп алды болған. Сосын ше, тұрмастан ұйықтасай. Мен кеттім. Хабарласам, Сақина әкеп берші. Рас айтам, бүгін менде соңғы шанс. Сақина әкеп берші деген не сен? Онда алатын болсам өзім үйлене салмайын ба? Жандос, ана нандарыңды алып кет, көгеріп кетті бәрі уже. Ағай деген махаббатпен басақ жүр, сабағын ұмытып кеткен шығар. Нелерің бәрі қазір осының бәрін ағайға айтып берем. Мен де айтып берем. Екеуің үй құлағына айтсаңдар. Зор етті. Сәлеметсіздер ме, даналар? Сәлеметсіздер. Может, балалар? Иә, балалар. Қазір мен сендерге доп әкеп берем. Волейбол ойнайсыңдар ма, доп тебесіңдер ме, өз еркелеріңде. Бүгін менде соңғы шанс. Жағдай қиындау кішкене. Тағдырым қиындау. Қандай тағдыр? Енді ол үлкендер іске сендерге қатысы жоқ, әлі кішкентайсыңдар. Ағай, кішкентай үлкен телевизорда бағындырады. Тиктокқа той болыпсың ғой? Сол. Ағай, шынымен бізден көмек керек болса айтыңыз, барлығымыз сізге көмектесуге әзірміз. Иә, ағай. Екеулеріңіздің қосылғандарыңызды бүкіл мектеп қалайды ғой. Бүкіл мектептің ішінде директор да бар, ағай. Ағай, айтыңыз, не істейік, тағдырыңызды бірге шешек. Тағдыр деп кім ғой? В общем, көмек қолын созамыз ғой, ағай. Енді былай ғой, бүгін менде соңғы шанс. Үйленуге ұсыныс жасағым келеді. Бірақ... Ағай, мен бір күшті кафені білем. Бірден айтайын, менде ақша жоқ. Спорт залды безендіріп осында жасамаймыз ба? Иә. Ағай, кем ғой? Кем. Жасауға сиямыз. Онда бар ғой. Спорт залды сендерге тапсырам, күшті қылып безендіріңдер. Жақсы, ағай. Жақсы ма? Ағай, өзім қадағалаймын ғой. Сенің өзіңді қадағалайтын адам керек сияқты ғой. Жоқ, балалар, тек ұрыспаймыз. Бір-бірлеріңді қадағалайсыңдар. Ал мен кешке осында Дана байды алып келем. Жақсы, ағай. Күшті болады. Болды. Жақсы ма? Болды. Күтем. Бәрі жақсы болсын. Рахмет сендерге. Ағай, сау болыңыз. Сәттілік. Дана, сенімен сөйлесу керек еді. Кешке спорт залда кездесейікші. Жандос, мен уақытым жоқ. Мен Астанаға кетіп бара жатырмын, мен жұмысқа шақырды. Уақытым жоқ емес. Қайдағы жұмыс?
Әйел адамдың үйде отырып бала шағам қарау керек қой. Не? Мен болашаққа кетіп қалыппын, ренжімеші. Дана, өтініш сенен. Хотя 10 минутқа жолығайықшы. Жандос, айтып тұрмын ғой саған уақытым жоқ деп. Мазаламашы мені. Мен билет алып қойдым уже. Бол, балалар. Отмена ештеңе болмайды. Отмена. Ағай, сонда біз бағанадан бері еңбек етіп жатырық қой, бұның бәрі бекер ма? Ештеңе болмайды. Ақша тауып алдыңыз ба? Кафеге жүрсем деп жатсыз ба? Әлде Дана апай тұрмысқа шығып кетті ме? Жоқ, ол Астанаға көшіп бара жатыр. Енді? Солай болып тұр. Ештеңе болмайтын болды. Қалайсында болмайды ағай? Сонда просто да кеткен үшін болмайды ма? Не істеймін енді? Жібермей ұстап қалайын ба? Ағай, өз бақытыңыз үшін күреспейсіз ба не? Еркектен айтқаннан қайтпау керек деген түктіктағы бір ағай. Ағай, сіз қаласыз ба осылай? Не істеймін? Сынбаңыз, сіз еркексіз ғой, атыс емес. Білмеймін, шынын айтсам. Шаршап кеттім. Давай кетпейтін не қылайын. Қалай болғанда да кешке осында әкелеміз. Иә, жоспар бар ма? Жоспар бар. Ағай, уайымдамаңыз, біз көмектесеміз. Балалар, барлықтарың өз жұмыстарыңды білесіңдер. Ақерке, Раяна, Наргиз, сендер менімен бірге барасыңдар. Ерасыл, Ерсұлтан, Зере, сендер өз жұмыстарыңа. Жақсы ма? Ал Алихан, Медина, Аяла, сендер залды безендіруге. Иә, жарайды. Егер Дана апайларың келсе, мен сендерге қалаған заттарыңды алып. Ағай, бірақ сіз бағана көп ақша жоқ деп едіңіз ғой? Я десе болды, сол моментте кредит ала салам. Екі жасты қосу, ол сауапты іске жатады деген тиктоктағы бір имам. Міне балалар, сауапты істен құр қалмаңдар. Іске кірісеміз ба? Кірісеміз. Мен сендерге сенемін. Кеттік ендеше. Осылайсы қоя, Қажат, сен. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Біз Наргиз Ақерке үшеуміз Астанаға оқуға көшін деп едік. Сол жерде зияткерлік мектеп бар екен, сізден ақыл сұрайын деп едік. Мәссаған, күшті жаңалық қой. Мен де Астанаға барайын деп жатырмын. Шын ба апай? Қашан кетіп бара жатсыз? Ертең или арғы күні немесе бір айдан кетесіз ба? Жоқ, бүгін. Апа, ертерек айтпайсыз ба? Жақсылап қоштасатын едік қой. Ештеңе етпес, бәрібір сол жақта көрсеміз ғой. Апай, біз осында қалатын болдық, біз бармаймыз. Жақсы апай, бізде сабақ кеттік. Сау болыңыз. Не болды, өтірік па екен? Жоқ, кетеді екен. Енді кетсе де бір айдан кейін кететін шығар. Жоқ. Бүгін. Бүгін? Ой, ағай, мұнай бермеңізші, жоспар бойынша жүре береміз. Кеше бар емес па? Короче, футбол ойнап отырамыз. Жақсы. Апай. Не болды сендерге? Неге жылап отырсыңдар тағы да? А? Зере? Жоқ, апай, жүрегіме жүрек кетті. Не болды, сені ренжітті ме? Ерсұлтан,
апайға өзің айтшы. Айтпай ақ қояйын, апай да жылап қалар. Не қатты сөз айттың ба? Қой жоқ, ондай болған жоқ апай. Ерсұлтанның ағасы болатын. Ол бір қызды жақсы көріп қалған. Сөйтіп ол екеуі жүретін. Араларында не болған білмеймін. Олар ұрсып қалып, күнде оның ағасы соның дидарын көргісін келетін. Ол тіпті ол үшін күнде жұмысқа баратын, тіпті өзі ұнатпаған жұмысқа баратын. Оның дидарын күнде көріп жүрді. Ары қарай өзің айтшы, Ерсұлтан. Бірақ қыз оны шақыртпады. Ағам онсыз өмірде елестете алмайтын. Күндердің бір күнінде ағам ол қыздан кешірім сұрап, үйленуге енді ұсыныс жасаймын дегенде, ол қыз басқа жаққа кете бар. Сосын не болды? Сосын ағасы ешкімге керек емес болып қалды. Оны жоғалтып алды. Ешкімге бұндай тағдыр бермесін. Бермесін. Ерсұлтан, болды жылама. Болды, сендер әлі баласыңдар, бұны түсінбейсіңдер. Кейін өскенде түсінесіңдер. Сабақтарыңа барыңдар, болды. Болды, кетіп қалды. Апай сен жаңа бар емес, күшті ойнайсың. Күшті ойнайсың. Қалай болып жатыр? Қазір шарларды үрлеп, Дана, маған тұрмысқа шығасың ба деп жазамыз. Енді олай керек емес. Одында бар ғой, балалар өлең айтуға дайындалыңдаршы. Қандай өлең? Енді өлең көп қой. Мысалға, Дана жалғыз ғана, бүгін мені кешірген деп ба. Енді мысалға осылай. Бәріміз бірге тұрып, Данау, әлпештеп өсірген деп тұрмасақ болды. Неге? Енді сіз ғой ана туралы Данаға ботқан. Ағай, сізге образ өзгерту керек. Дана апай көрмеген киім кисеңізші. Костюм, шалбар или смокинг. Ой, сенде бір ақша жоқ. Ақша деберсеңіз қарата алмайсыз. Өзгергеніңіз көрініп тұрады ғой. Жоқ, маған не дейсің енді? Кредит ал дейсің ба? Көрсеңізші енді. Осыдан бар ғой, сол келіспесін Дана. Сол кредит бәріміз бірге төлейміз. Балалар, қазір мен сендерге ақша берем, дастарханға анамнан алыңдар. Жарайды. Мен өлеңнің кім айтатынын білем. Онда мен киініп келейін? Шыттай болып. Дана. Жақсы. Красавчик екенсіз. Сау болыңыз. Қазір келем. Аха. Қыздар, ешкім жоқ екен, кеттік. Міне Дана апайдың сумкасы. Значит, сол осы жерде отырады. Сумкасына сал. Маған тергеп қалмасын. Қойып қой. Тезірек бол. Апай негізінде ағайды жақсы көреді. Жай ренжіп қалған сияқты. Оны қайдан білесің? Мынаны қарасай. Мәссаған, мынау деген қуаныш қой. Ағайға айтсақ бақыттап машина алып кететін шығар. Шынымен де Дана апай Жандос ағайды жақсы көрмейтін болса, бұл суретті сақтамас еді ғой. Знаешь, Жандос ағайда шынымен де шанс бар деген сөз, қыздар. Иә. Так, мына фотоны не істеу керек? Суретке түсіріп алу керек. Мен де түсіріп алам. Бізде түсіріп алайық. Ей, қыздар, біреуімізден көрсете салсақ болды ғой? Бірақ шынымен де айтасың. Дұрыс. Жүріңдер, қазір мұғалімдер келіп қой. Қазір мұғалімдер келіп, айқай-шу шығарып жүргізіп осы. Мынаны да салып тастайық. Қызық болады. Жүріңдер, кеттік. Алло. Я 50-ші размер қара смокинг. Жоғы, арендаға емес, сатып аламын ғой. Жүрейін сол бір өтікін киіп. Қанша бағасы? 400 мың? Аренда ше? Онда арендаға ала салайын да? Ақыр киетін бір-ақ күн ғой. Иә. Болды, қазір мен саған мекен жайын жазып жіберемін онда. Давай, күтем. Ағай. Қуаныш жаңалық бар. Не болды? Дана астына кетпейтін болды ма? Ол енді сізге байланысты ғой, ағай. Ағай, мынаны қараңызшы. Мынаны қайдан алдың? Бізден емес. Дана апайда. Білем ғой мен, ол мені жақсы көреді. Просто женшелерің сәл ғана қырсықтауда. Дана апай қырсық емес. Жай ренжіген сияқты. Былай айтса, шанс бар. Сақина алдыңыз ба, ағай? Досыма кеп береді сақинаны. Уже не серьезно? Ағай, сүйікті жарыңызға өзіңіз сахна тыңдамайсыз ба шын ниетпен?
Че-то тағы да кредит алу керек болды, ә? Ой, ағай енді Сақина ұсыныс жасаудың символы емес па? Онда давай бірге таңдайық. Келіңдер. Мауше. Шығамыз. Ей, не болды, неге жылап отырсыңдар? Ағамнан хабар келді, асып кетіпті. Қанша уақыт өтсе де сенен әлі ұмытпадым дейді. Барша қыздарға айтады, жігіттерге бір шанс беріңдерші деп жылап өкініп отыр. Енді бұрынғы қызын таба алмай жылап отырмын. Ортаға қайтарғысы келеді қайттан. Апай, айтыңызшы, егер де сіздің жігітіңіз келіп, кешірші мені, бәрін басынан бастайықшы, сені жанымнан артық жақсы көрем десе, кешіресіз бе? Кешіреді ғой, біздің апайдың жүрегі мейірімге тола емес. Дұрыс айтасың, Ерсұлтан, сенің ағаңды да қызы кешіреді. Солай ғой, апай, я? Енді ағасы бәрін түсініп, қатесін түсініп, кешірім сұраса кешіреді ғой. Тұрмысқа шығып кетпесе. Болды енді, сол үшін жылайды ма адам? Сабақтарыңа барыңдар. Болды, жыламаңдар. Дайын ба? Апайсы жібіген сияқты. Енді өзің басынан өтіп жатыр ғой енді. Енді супер сыламызың іске қосайық кәдедік. Мына сөзден басқа тағы не қалды? Тағы да Дана, маған тұрмысқа шығасың ба, өтініш деп жазайық та? Оған плакат бар ма? Міне. Қыздар мен қолым шаршады, өздерің жаза беріңдерші. Мен айтып тұрайын, сендер жазыңдар. Не жазамыз? Енді бір ерекше сөз керек. Ұят емес па? Білмеймін, Дана, мен сені сүйемін деп. Біз айтпаймыз ғой, аға айтады ғой. Біз тек ұстап тұрамыз, болды. Давай жазайық, қызық болады. Өзің жазшы, ыңғайсыз екен. Ой, ұялшақтар. Өтініш жазыңдаршы. Мынаны Дана апай оқып, точно біз сауатсыз деп ойлап қалады ғой. Точно ғой. Ой, шын ниетпен жазған жатты қалай үйтіп айтады? Бақытыңды қолдан ұшырма. Мүмкін кешке бақытты боласың. Жандос, енді оқушыларды араластырайын дедің бе? Ақымақ. Апай, кешіресіз, сіз Астанаға кетіп бара жатсыз ба? Я, не болды? Зат бар еді, ала кетесіз бе? Не зат? Адам ғой, өзі жүреді. Просто Ерсұлтанның ағасынан қалған күнезі ғой. Сол аты Жандос. Апай, ағайдың сізді жақсы көретін соншалық, Ерсұлтан ағасы жолда қалады ғой. Так, балалар, біріншіден, адамның жеке өміріне олай араласуға болмайды. Сендер әлі баласыңдар, одан сабақтарыңды оқыңдар. Ал екіншіден, Жандос ағаларыңа айтып барыңдар. Өзінің проблемасын өзі шешіп алсын. Оқушыларды араластырмасын. Түсінікті ме? Не анау сенікі алдың? Сатпақ. Бар ауыстыр киіміңді. Қалай ішесіңдер тамақты? Сенікі де сол. Бар. Жандос, сөзім жоқ. Қалай, жарыса ма? Өте тамаша. Керемет. Дана апайға ұнауы мүмкін ағай. Дана, маған тұрмысқа шығасың ба? Келісетін шығар ағай. Келісіп қалайсыз. Ағай, енді Дана апай кетіп бара жатыр, тез тоқтатып үлгеріңіз. Ой, қалай, ерте қалай кешке кетпейтін бе еді? Туф ағай, енді кешке дейін күтіп отырмайтын шығарсыз. Қалай болмасын спортзалға әкеліңіз, біз барлығын дайындап қоямыз. Уақыт жоқ, барыңызшы. Ағай, барсаңызшы енді. Болды, мен кеттім. Жақсы, Ерасыл. Балалар, ал қолдарын жайындар. Ал ағайдың жолы болсын. Ал балалар кеттік, жүріңдер.
Дана. О, көргенім қандай жақсы болды. 10 минут уақытымды алайын. Не сен балаларды араластырасың? Өзің проблемаңды өзің шешіп алмайсың ба? Өздері ғой. Рас айтам. 2 жасты қосы сауапты істеп қоймайды. Сауапты іс? Е. Сен қашаннан бері сауапты істі құптайтын болғансың? Үнемі керісінше жүруші едің ғой? Енді ол. Бұрынғы қазір мен өзгердім. Рас айтам. Енді сенсіз өмір сүре алмайтынымды ұқтым. Ал мен сенсіз өмір сүре алатынымды ұқтым. Смокинг киіп алыпсың ғой. Саған мүлдем жараспайды. Рахмет. Соншалықты мені жек көретін болсаң, менің суретімді неге сақтап жүрсің? Сен не үшін менің заттарымды ақтарасың? Оқушылар ғой. Мен олар да абайсызда көріп қалған. Абайсызда болғанда қалай енді? Вообще-то не важно бұның барлығы. Менің сұрағыма жауап берші. Ол да не важно, шаруаң болмасын. Осы неге адам жалындыра бересің? Ал сен жалынба? Жалынбай? Жалынба. Керек едің маған. Сен де маған керек емес. Жылауың болсын. Рахмет, кетіп бара жатырмын, иә. Астанаға ұшып бара жатырмын. Тастай батып судайсың. Рахмет. Пожалуйста. Сау бол. Сау бол. Жандос, не істеп жатырсың? Өзің емес па жалынба деген? Түсірме. Ұшақ па? Иә. Көреміз қазір. Жандос! Қалай ойлайсыңдар? Апай келіседі ме екен? Келісетін шығар. Келіспейтін қыз жоқ, келістіре алмайтын жігіт бар. Дайындаңдар, ағай апайды алып келе жатыр. Жандос, не істеп жатырсың? Жібер. Не істеп жүрсіңдер сендер? Сен есің дұрыс па, басың істей ма? Менде ұшақ. Алып бата алмаймын көздеріңе жай қарауға. Істейді. Басым істеген соң сен осыны алып келдің. Өз уақытымды қолымнан ұшырғым келген жоқ. Айналаңа қарашы. Осыншама балалар екеуміздің қосылғанымызды қалайды. Айтарлықта мен жаман болсам, бұл балалар мені қолдамайтын еді ғой. Білем, қателестім, ренжіттім. Мен сол үшін өкінем. Бірақ мен өзгердім. Тіпті өзім жақсы көрмейтін мамандыққа жұмысқа тұрдым. Осының барлығы сен үшін. Рас айтам. Әр адамға бір мүмкіндік берілу керек шығар. Күнде түсіме кіресің. Бүгінде түсіме кірдің. Сен де соңғы шанс деп айтып кеттің. Не мен шансым осы. Қолымнан келген осы. Бір ғана сұрақ қоям. Болды. Осыдан кейін мен сен мазаламайым. Рас айтам. Бір ғана сұрақ қоям. Болды, одан кейін мазаламайым. Маған тұрмысқа шығасың. Дана апай, міне ол сізді. Сенің өзгергеніңе толық көз жеткізейін, сосын... Қалған өмірімді мен сенімен бірге өткізгім келеді. Бұрындары бақытты шақтарымыз көп болды ғой. Мен сені одан да қатты бақытты қыла аламын. Тек маған тұрмысқа шықсаң болды. Рахмет, балалар. Осының барлығы сендердің арқаларың. Бүгін мен жуам, сол үшін тағы да кредит алам. Дос, кредит алмайсың. Менде ақша бар. Сәлетті жеңе. Касын жауап қарасы? Сәлеметсіз жеңеше, мен ертеңгі тапсырманы орындап қойдым.
саламатсыз ба жеңге? Бізде жармақшы жеңге. жандос сәлеметсіз жеңге. балаларға айтсайшы, жеңге демесін, ыңғайсыз ғой. Несі ыңғайсыз? Дұрыс қой енді, бүкіл мектеп болып қаратқан жоқпыз біз сізді. жандос Міне, осымен алғашқы маусым аяқталды. Кейіпкерлермен бірге болып, ой бөлісіп, толғансыз сәттерді бірге өткіздік. Алда одан да қызықты оқиғалар бар. Егер де құрметті балалар, бізбен бірге киноға түскілерің келсе, дәл қазір төмендегі нөмірге жаз, кастингке қатыс, жарық синема өнер мектебі сіздерді күтеді. Келесі кездескенше.